Сәлем баршаңызға. Бүгін істейтін затымыз түшпәрә деп аталады. Майға қуырылатын түшпәрә. Өте жұмсақ, ауызда еритін болып шығады. Негізі бұның істелу жолы өте көп. Мен сіздерге өте оңай әрі жұмсақ түрін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдыменен су менен май керек. Сұйық май және таза су. Екеуі тең болу керек, 200-200 граммнан. Егер грамм өлшегіштеріңіз жоқ болса, ыдысты пайдалансаңыздар болады. Бір пиалай май, бір пиалай су алып. Енді шамамызбен тұз саламыз. Әркім өз қалауымен. Болды, бар 3-ақ не кетеді. Су, май, тұз. Енді аз-аздан салып, қамырылып илейміз. Бір дестен бәрін салмаймыз. Енді осындай қылып илеп шықтық. Июін қандырып илейсіздер. Қатты болуы, бос болуы маңызды емес. Енді бұны қазір шаямыз. Оға дейін біз ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Ішіне картоптан қайнатып ездім. Орташа көлемде. Өз қалауыңызша тұз және қара бұрыш, пияз қоссаңыздар да болады. Енді жаңағы қамырымды осылайынан жайып шықтым. Өте жұқа қылып жаю маңызды. Сонда ғана қытырлақ жұмсақ болып шығады, күтірлік болып. Енді бұны жаңа паршымызды салып, картошкамызды салып, пілмен құсатып түйеміз. Қамырымыздың жартысы кеуіп кетпеу үшін осылайынан көлеңкеге қайтарамыз. Не болмаса шашықпен жауып қойсаңыздар болады. Енді барлығын түйіп болған кейін майға қуыратын боламыз. Негізінде бұның қамырын, бауырсақтың қамырынан қолдансаңыздар да болады. Арнайы бөлек істеместен, бауырсақ пісірген кезде бір зуаласын алып, осылай істеп жүрсеңіздер, ол да жұмсақ болып шығады. Мен көбінесе осылай істеймін. Бір ескертетін жайт, бұны кешке таман жатар кезде істеп жеуге болмайды. Өйткені құрамында май көп болғаннан кейін жатар кезде жеуге болмайды. Әдетте істеп жеу керек, аз-аздан жеу керек. Асқазаны ауыратындар, бауыры ауыратындарға көп жеуге болмайды, күштілік қылады. Май қоспай орнына 2 жұмыртқа, су және де сода қосып істесеңіздер, ол да күтірлік болып шығады. Ал енді барлығын істеп бітті. Барлығын болғанда мен қамырым артылып қалды. Жартысы картошканы аз қайнатып қойыппын. Майымыз қызды. Енді ішіне пілмендерімізді саламыз. Қыздырып, осылай салып қызартып қуырып алғанша. Осылай барлығын пісіріп алып, міне дайын. Суығаннан кейін ыдысқа салдым. Осылай өте әдемі көрінеді столда. Самсаның қасына қойғанға. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, ең бірінші каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркелгеніңіздер қош сау болыңыздар.